Сондай-ақ бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қала іргесіндегі Сазды ауылына барып, шаһар басшысы Ильяс Испановтың тұрғындар алдындағы есепті кездесуіне қатысты. Қала әкімі жасалған жұмыстарға тоқталып, ауыл тұрғындарының арыз-шағымдары тыңдалды. Есепті кездесуге дейін облыс әкімі бастаған топ ауылдағы бірқатар нысандарға барды. Салынып жатқан 600 орындық жаңа мектептің құрылыс аумағында болды. Жалпы құны 1,2 миллиард теңге болатын мектепті салып жатқан мердігер ұйым ғимаратты жаңа оқу жылында пайдалануға беруі тиіс. Қашан бітіресіңдер? 1 сентябрь. 1 сентябрьде біту керек. Какой 1 сентябрь? Сендер где-то сол августта бітіру керек, чтобы анаған көшу керек. 1 сентябрьде балдар үшін оқу керек. Түсіндің? Соған жұмыс жасау керек. Білей ме? Енді қазір кішкене мынау ауыр ай, ертең уже март-апрельде күн жылайды. Сол кезде екісімен жұмыс істеу керек. Өйткені мектеп үлкен ғой. Ол екісімен жұмыс істемесең, үлгере алмайсың. Бұдан соң Бердібек Сапарбаев ауылдық амбулаторияға барды. 2000 адамға шақталған шағын амбулатория тарлық етіп тұр. Себебі тұрғындар саны артып келеді. Қазір Саздыда 5000-ға жуық адам тұрады. Мемлекеттік жекеменшік серіктестігі негізінде Саздыда жаңа амбулатория бой көтереді. 2 дәрігер, бұл бір педиатр жұмыс жасайды. Өңір басшысы барған тағы бір нысан мемлекет қолдау аясында ашылған ауылдағы Сазды дәмханасы. Кәсіпкер Людмила Рахметова 2015 жылы жеңілдетілген пайызбен несие алған. Бұдан соң Сазды ауылындағы мәдениет үйінде Ақтөбе қаласы әкімінің есеп беру кездесуі басталды. Округ құрамына Сазды ауылымен қатар Бауырластар 2, Сазды 2 секілді 3 тұрғын массивтері кіреді. Облыс орталығынан 18 шақырымдағы ауыл газ сумен қамтамасыз етілген. Ауылдың ауыл шаруашылық саласы соңғы жылдары қарқын алды. Мысалы 28 шаруа қожалығы, 3 ауыл шаруашылық кооперативі құрылып, мемлекеттік бағдарлама аясында істерін сәтті жүргізіп отыр. Биыл біздер үкіметтің арқасында 98 ірі қара мал алдық. Биыл қалаға сүт тапсырайын деп үмітіміз бар. Қазір уақытта біздер Құлан деген программаға қатысып отырып. Кездесу барысында ауылдықтар шешілмей келе жатқан мәселелерін ортаға салды. Мысалы, Лесной ауылының тұрғындары аялдама мәселесін көтерсе, жолдарды қардан тазалау, жарықтандыру сияқты маңызды сұрақтар талқыланды. Біздің тұрған жеріміз жаңағы қара судың бойы ма, білмеймін әйтеуір. Құдық қастан су шығады, шыққанменен суы жаңағы иіс, жердің дәмі, болады дәмі шығады. Ішкізбейді. Вот сол бізге керегі. Сосын екінші мұны бір көпіріміз бар. Жылда жаңағы қар тасиды ма, мұна су тасығанда жүріп кетеді. Дамбы. Соны бір дұрыстап істеу керек. Бауырластардан бір 25 бала бір мінетін аз не бар, остановка оқушы балдар мен аяп тұрған. Солар сопровождать етіп пешке күтіп аламыз 2-3 жыл болды. Соған бір остановка салып беруге жәрдем керек еді. Жиын соңында аймақ басшысы елбасының билік тармақтарын бөлу туралы үндеуіне қатысты пікір білдіріп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдымен тәртіп керек, ал тәртіп әр шаңырақтан, отбасыдан басталады деді. Осы 25 жылда Қазақстанның қандай жетістіктерге жеткен өздеріңіздің күнделікті өмірлеріңізден білесіздер. Осының барлығы президенттік басқарудың нәтижесі. Енді біз осы 25 жылда біраз жетістіктерге жеттік. Енді арман қарай осы мынау демократия процесін жақсарту үшін билік бөлінеді. Енді президент негізгі билікті өкіметке, парламентке береді. Солардың жауапкершілігін күшейту үшін, солардан бақылау үшін, солардан ертең сұрау үшін. Венера Сергазина, Мержан Аманжолов, Қазақстан.